Адами капитал жаңғыру негізі. Қазір мемлекет жаңа технологияларды меңгерген, түп тамырынан ажырамаған, дәстүрін білетін кадрлардың өсіп-өнуіне жағдай жасауда. Өйткені 21 ғасыр бәсекеге қабілетті мамандардың заманы. Мемлекет басшысы тәуелсіздіктің алғашқы күнінен ақ ел ертеңіне білім алып, ғылыммен айналысуына, кәсіп ашып, нәсібін еселеуіне қамқорлық жасады. Соның қайтарымы болар, жаңа буын, жаңа бағыттың қозғаушы күшіне айналды. Елімізде жастар үшін бөлек тұрғын үйлер салынады. Жалға берілетін баспаналар алдымен Астана, Алматы, Шымкентте, кейін басқа қалаларда бой көтереді. Тақырыпты тілші тарқатады. Еліміз тәуелсіздік жылдарында бәсекеге қабілетті, қуатты елу елдің қатарына кірді. Ендігі меже озық 30-дық. Себебі дамыған мемлекеттер әлемдік экономикада алғашқы орында. Өмір сүру деңгейі сапалы, еңбек өнімділігі жоғары және ғылым мен техника саласында озық. Сондықтан қазақ билігі де жаңа бағыттың қозғаушы күші, жаңа буынға үміт артады. Жаһандану кезінде дені сау, ойы сергек ұлт қана жұтылмайды. Семейдің тумасы Марат жасынан дәрігер болуды армандапты. Ол медбике анасының сырқаттардың дертіне дауа болғанын көріп өскен. Сондықтан мамандық таңдауда қиындық болмапты. 8 жылдық еңбек өтілімі бар азамат елімізде медицина ғылымының тиімді моделі құрылды. Жоғары технологиялар мен әлемдік жетістіктерді жеделдетіп ендіріп, дәрігерлердің біліктілігін көтеруге жағдай жасап отырған ұлттық нейрохирургия орталығы деген пікірде. Нейрохирургия саласы бұл медицинаның шыңы деп айтуға болады. Өйткені әрине адамның өмірі, адамның ойы, сөйлеу қабілеті, жамағатпен араласу деген оның бәріне ең бастысы жауап беретін болғаннан кейін бұл өте күрделі саналады. Қазір қазақ медицинасы жаңа дәуірге қадам басты. Елімізде адаммен деңгейлес ойлай алатын жасанды интеллект дәрігерлерге көмекке келіп, робототехнологиялық жүйемен ота жасалады. Бұл технологиялық төңкерістің жемісі. Ал нейрохирургия 70-ге жуық жаңа технологиямен бұрын сонды Қазақстан және Орталық Азия аумағында жасалмаған операцияларды тәжірибеге енгізді. Қазақстан алдыңғы қатарлы Еуразиялық медициналық туризм орталығына айналып келеді. Қазір шекара деген түсінік жоқ. Мемлекеттік бағдарламамен жастарға оқимын деген, ізденем деген адамдарға жол ашық. Балабақша кезінен университетке дейін тегін білім алуға болады. Тәжірибе арттырам деген адамға шетелге шығуға мүмкіншілік бар.